Алакөл ауданының тұрғындары, баршаңызды теңдесі жоқ ең ұлық мерекесі Тәуелсіздік күнімен аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінен шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн ата-бабамыздың арманын жүзеге асқан, елімізге еркіндік әкелген ұлы күн. Ендеше осы күнді пайдалана отырып, сіздерге ертеңгі күнге сенімділік, келешектеріміз кемел болсын, тәуелсіздігіміз баянды болсын демекпін. Ашық аспан аясындағы тәуелсіз еліміздің көркеюіндегі еңбектеріңізге жеміс, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Тәуелсіздік күні құтты болсын. Құрметті жерлестер, баршаңызды Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күнімен құттықтаймын. Берекелі ғұмыр, бейбіт аспан, мықты денсаулық тілеймін. Ата-бабамыз ғасырлар бойы армандап өткен тәуелсіз ел болу мәртебесін көру бүгінгі ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осы қуанышымыз құтты, бақытымыз баянды болсын. Еліміздің көк байрағы бейбіт аспан астында желбіреп, әлемге таныла берсін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы болсын. Құрметті Алакөл ауданының тұрғындары, қазақстандықтар, сіздерді Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің 9807 әскери бөлімінің басшылығы мен жеке құрамы атынан Қазақстан Республикасының тәуелсіздік күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жылдан жылға біздің басты құндылықтарымыз тәуелсіздігіміз, келісім мен бірлігіміз нығая берсін. Бүгінгі тәуелсіздік мерекесі еліміздегі тыныштық пен тұрақтылық мерекесі. Қазақстанға оңай келмеген тәуелсіздікті қастерлей, қадірлей білейік, ағайын. Баршаңызға бақыт, ашық аспан, дендеріңізге саулық, еңбектеріңізге табыс тілеймін. Тәуелсіздігіміз баянды болып, еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын. Халқым менің тәуелсіздік елдігім, бұл тағыңнан айыралар ендігім. Мақтанышым бір өзіңсің қазағым, мәңгі болғай көк аспандай теңдігім. Елбасымыз ел құраған көреген, бұл қасиет қанда бар ғой көнеден. Бар халықты сақтап тұру міндеті азаматтан нағыз мінез көрере. Дәл осы 28 жыл тәуелсіздігімізге толуына шын жүректен құттықтаймын. Аспандарыңыз ашық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Тәуелсіздігіміз тұғырлы да мәңгі болғай.